Жәннат иман келтіріп Алладан қорқатындардың орны. Жәннат Алла тағаланың салихалы және әміріне бойұсынған пенделері үшін дайындалған нығмет. Жәннат нағыз мұсылманның мәңгіліктегі мекені. Құрметті көрермендер, бұл дүниеде мұсылман адам үшін жәннат сөзіндей бақыт, қуаныш алып келетін сөздің жоқ екендігіне күмәніміз жоқ. Жәннатты толығымен сипаттау мүмкін емес, бірақ мен сіздерге Алланың қалағанынша жәннатты сипаттауға тырысамын, иншаалла. Сонымен, жәннат Алла тағаланың салих және әміріне бойұсынған пенделер үшін дайындалатын үлкен нығметі. Алла тағала Құранда һәм тақуаларға Раббыларың не түсірді делінгенде, олар игілік дейді. Көзтарынан өзендер ағатын адын бақтары, онда олар үшін қалаған нәрселер бар. Алла тақуалардың тартуын осылай береді. Біз жәннатқа деген қызығушылығымызды арттыру мақсатында жәннат жайында келген аяттарды және хадистерді келтіретін боламыз. Бұл бізді жақсы амалдардан арттырып, жаман амалдарымыздан ұзақтауымызға жігерлендіреді. Алла тағала хадис құдсиде салихалы пенделерім үшін көз көрмеген, құлақ естімеген, адам баласының ойына келмеген нәрселерді әзірлеп қойдым деген. Жәннаттың дәрежелері көп. Убада бин Соммиттен жеткен хадисте жәннатта 100 дәреже бар. Әр дәреженің аралығы жер мен көктің аралығындай. Фирдаус ең жоғарғысы. Одан жәннаттың 4 өзені ағады. Оның жоғарғысында арш орналасқан. Егер Алладан жәннатты сұрайтын болсаңдар, Фирдаус жәннатын сұраңдар деген. Жәннаттың дәрежелері адамның иманына, ықыластарына, салих амалдарының көптігіне қарай әртүрлі болады. Бухари және Муслимде Абу Хайд Худуриден радиаллаху анхуден жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям біреулердің басқалардан артықшылықтары себепті сендер шығыстағы немесе батыстағы жұлдыздарға қарағандарың секілді жәннат мекендеушілері өздерінің үстіндегі тұрақтарға қарайтын болады. Сонда сахабалар: "Уа Расулулла, ол жай адамдар жете алмайтын пайғамбарлардың орны ма?" деп сұрағанда, "Жоқ, Алланың атымен ант ішіп айтайын, кім Аллаға иман келтіріп, пайғамбар әкелген нәрсеге иман келтірсе, соларға арналған" деді. Жәннатта алтын және күмістен құрылған қасырлары бар. Ибн Омар радиаллаху анхуден жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям: "Кім жәннатқа кірсе, өлмей мәңгі тірі болады. Мәңгі нығметте болып, үмітсіз болмайды. Киімдері тозбайды. Сондай-ақ әрдайым жас болып, қартаймайды." Сол уақытта: "Уа Расулулла, оның құрылысы қандай?" деп сұралды. "Кірпіштері күміс пен алтыннан, сылақтары хош иістен, жері шафраннан, тастары гаухар және жақұттан" деп жауап берді. Әби Малик Ашариден келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям жәннатта сыртынан іші, ішінен сырты көрінетін бөлмелер бар. Ол бөлмелер мұқтаждарды тамақтандырғандарға, жақсы сөз сөйлегендерге, оразасын ұстап, адамдар ұйықтап жатқанда намаз оқығандарға деді. Абу Муса әл-Ашари радиаллаху анхуден жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям момын адамға жәннатта ұзындығы 60 миль болған інжу шатыры дайындалған. Бұл шатырда онымен бірге әйелі де тұрады. Басқа момын оны аралап келеді. Олар бір-бірін көрмейді деді. Абдулла бин Амр бин Ас, Алла екеуіне разы болсын, айтты: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям: "Кім уәделескен өзге дін адамын өлтірсе, жәннаттың иісін сезбейді. Оның иісі 40 жылдық арақашықтықтан сезіледі" делінсе, басқа риуаятта 70 жылдық арақашықтан сезіледі делінген. Жәннатта жүзімнен, құрмадан, анардан болған жемістерден бау-бақшалары бар. Бұл ағаштың жемістері еш бітпейді. Жәннатта сондай ағаштар бар, салт атты оның саясында 100 жыл шапса да, оны жүріп өте алмайды. Анас бин Малик, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям: "Расында жәннатта бір ағаш бар. Салт атты кісі оның саясында 100 жыл жүрсе де жүріп өте алмайды. Қаласаңдар,
Алла тағаланың мына аятын оқыңдар. Созылған көлеңке астында. Уақиға сүресі 30 аят. Жәннаттың ағаштарының көптігі Алла тағаланың көп зікір етуімен болады. Біз Алланы көп зікір ету арқылы жәннатта өзімізге ағаш отырғыза алады екенбіз. Ол жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде кімде-кім субханаллаху ва бихамдики деп айтатын болса, жәннатта ол үшін бір құрма ағашы отырғызылады деген. Жәннатта адам нені қаласа, сол нәрсе болады. Ол жайында Алла тағала Құранда оларға былай делінеді: өткен күндерде дүниеде істегендерің үшін рахаттана жеңдер, ішіңдер. Жәннатта ағып жатқан өзен, бұлақтар бар. Құранда тақуаларға уәде етілген жәннаттың мысалы, онда суы, түсі, иісі бұзылмайтын өзендер, дәмі өзгермейтін сүтті өзендер, ішушілер үшін тәтті шарапты өзендер және тазаланған балдан өзендер болады. Әрі оларға, тақуаларға онда жәннатта бүкіл жемістер, әрі күнәларына Раббыларынан кешірімі болады. Енді сол жұмақтықтар тозақта мәңгі бақи қалушы, қайнаған су ішкізіліп, ол су ішектерін тесіп өтетін біреулер сияқты бола ма? Сондай-ақ аяттарда келгеніндей тәсним, сәлсәбил, кафур бұлақтары бар. Жәннатта жеп-ішкеннің бәрі кекірік болып шығып, иісі миск болып шығады. Жәбир радиаллаху анхумен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның былай деп жатқанын естідім: жәннаттағылар онда жеп-ішеді, түкіріп сіңгірмейді, және жәннат әйелдерін жаңадан жараттық. Оларды пәк бойжеткендер етіп жасадық. Жарына ғашық құрбылар еттік деген. Жәннатта ақылы адамның қиялы жетпейтін дәрежеде сұлу болады. Абу Хурейра радиаллаху анхуден жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатқа ең алғаш кіретін топ түндегі толған айдың суретіндей көріністе болады. Одан кейін кіретіндер аспандағы ең жарық жұлдыздың көрінісіндей болады. Олар онда дәрет сындырмайды, сіңгірмейді, түкірмейді. Олардың тарақтары алтыннан, терілері миск, хош иісті шығаратын аспаптары уттан, әйелдері хор қыздары болады. Олардың мінездері бір адамдыкіндей, адам алейхиссалам сияқты бойлары 60 сиро болып жаратылады. Муаз бин Жабал радиаллаху анхуден жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннаттықтар жәннатқа денелерінде, беттерінде түгі жоқ халінде кіреді. Көздері қара үлкен, жастары 33-те болып кіреді. Анас бин Малик радиаллаху анхуден жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатта оның тұрғындары әр жұма сайын баратын базарлары бар. Олардың беттері мен киімдеріне солтүстіктен жел есіп тұрады. Олар өздерінің әхілдеріне одан да сүйкімді болған халде оралады. Олар жақындарына оралған уақытта сендер бұрынғыдан да әдемі болып кетіпсіңдер ғой дейді. Оларда оларға бізден кейін сендер де әдемі болып кетіпсіңдер деп айтады. Жәннатқа кіргендердің ең жақсы армандарының бірі Алланы көру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде жәннаттықтар жәннатқа кіргеннен кейін Алла тағала сендер менен тағы бір нәрсе беруімді қалайсыңдар ма деп сұрайды. Сонда олар: сен біздің жүзімізді ағартпадың ба? Бізді жәннат әхілдерінен етіп тозақтан құтқармадың ба дейді. Сонда Аллаху Таала жүзін көрсету үшін пердені көтереді. Сонда жәннаттағылар үшін Раббыларына қараудан артық нәрсе болмайды. Кімде-кім жәннатқа кірсе, одан шықпайды. Міне, Алла тағаланың адам баласына беретін ең үлкен нығметі осы. Кімде-кім жәннатқа кірсе, одан шықпайды. Онда мәңгі қалады. Алла тағала Құранда оған жұмаққа бейбіт күйде кіріңдер. Міне осы мәңгілік күн. Хадисте жәннатқа кіргендерге жаршы: сендер бұнда дендерің сау болып ауырмайсыңдар, мәңгі өмір сүріп ауырмайсыңдар, жас болып қартаймайсыңдар, дайым нығметте болып жаманшылыққа ұшырамайсыңдар деп жар салады. Кейін Алла тағаланың мына аят каримасын оқыды. Сонда оларға: істеген ізгі істерің үшін мұраға алған жұмақтарың осы делінген түрде табысталады.
уа Алла, сенің разылығыңды және жәннатыңды сұраймыз. Сенің қаһарыңнан және тозағыңнан пана тілейміз. Біз сенен фирдаус жәннатын сұраймыз. Жәннатқа жақындататын сөздерді, амалдарды орындауымызға жәрдем беруіңді сұраймыз. Бізге жәннатты нәсіп етіп, тозақ отынан сақта. Амин.